Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз Сарышаяндарға 2022 жылдың шілде айына таро расклад жасайтын боламыз. Ал енді Сарышаяндар, сіздерді шілде айында не күтіп тұрғанын көрейік. Так, бізде бірінші карта рыцарь жезлов. Бір энергияңыздың шілде айында күшіңіздің бір артып, бір тезірек шешім қабылдап, бір тезірек бір жаңа бастама бастағыңыз кеп, күшіңіздің, энергияңыздың артып тұратын уақыты. Ұзақ жол жүруіңіз мүмкін, қыдыруыңыз мүмкін, переезд болу мүмкін, басқа жаққа көшу, мысалы квартирада тұрсаңыз үй ауыстыруыңыз мүмкін, немесе басқа қалаға, басқа жерге көшуіңіз мүмкін. Активный действиялар көп, яғни шілде айында. Паж жезлов, так, жезл қатарынан түсіп тұр. Тағы да переезд, тағы да жол түсіп тұр сізге. Может, отпускаға шығып қыдыруыңыз мүмкін, немесе жұмыс барысымен жолға шығуыңыз мүмкін. Және де бір нақты шешім қабылдап, бір жаңа бастама бастайын деп отырсаңыз, жаңағы рисковать етіп бастауға кеңес беремін. Өте жақсы уақыт. Және де именно паж жезл бұл карта және де бір өзіңізге таныс емес жаңадан бір іс бастау. Жаңағы ол саладан сіздің даже опытыңызда болмауы мүмкін. Сондай бір бастама бастауға асығыс, бір шешім қабылдап, ойламаған жерден бір-ақ күнде бір бизнес бастап, жаңа бір іс бастап кетуіңіз де мүмкін. Егер рисковать етіп бастап отырсаңыз, әрине алдыға қарай қадам жасаңыз, себебі алдағы уақытта жаңағы бұл істен жақсы результат көретін боласыз. Так, келесі карта бізде правосудие. Правосудие, старший аркан. Заң саласында, яғни бір сотпен бір шешім қабылдау сияқты. Может, бір біреумен соттасып жатсаңыз, жаңа банктермен соттасып жатсаңыз, или заңымен қатысты бір документация жүргізіп жатсаңыз, егер сіз заңмен жүріп отырсаңыз, өзіңізде шындық сіз жақта болса, әрине сіз жеңіске жетесіз. Жаңағы заңмен қатысты бір документтер ұзаққа созылып жүрсе, осы шілде айында жаңағы нәтижесін көресіз. Және де отбасын құрмаған сарышаяндар үшін ойламаған жерден неке қию, отбасын құру деген сияқты заңды түрде өзгерістер болуы мүмкін. Жаңа таныстық болуы мүмкін, және де жаңа таныстық, жаңағы ол адаммен жаңадан осы шілде айында таныссаңыздар да, бір-бірлеріңізге жақсы ашылып, жақсы әңгіме айтып, бұрыннан танитын адамдар сияқты жақындасып кетулеріңіз де мүмкін. Рахмет, сау болыңыздар.